Сәлем, мен осы видеода тұрақты сөз тіркесі туралы түсіндіріп, және де қазақ тілі пәнінен берген үй тапсырмасын орындайтын боламын. Ендеше бастайық. Тұрақты сөз тіркесі дегеніміз екі немесе одан да көп сөздерден тіркесуінен жасалып, бір ұғымды білдіретін бейнелі сөздер тобы. Бізге қазақ тілі пәнінен үй тапсырмасынан А және де Ә тапсырмаларын берген. А тапсырмасында бізге киіз үй туралы мәтінді оқып, бөлікке бөліп, оларға ат қоюды берген. Ендеше мен А тапсырмасын орындауды бастаймын. Мен мәтінді 3 бөлікке бөлдім. Бірінші бөлікке мен киіз үй туралы айтылған соң, киіз үй ең бірінші сәулеттік құрылыс деп қойдым. Ал екіншісінде киіз үйдің әрбір ішіндегі бөлшектері оның құрылысы туралы айтылған соң, киіз үйдің құрылысы деп қойдым. Ал бізде үшіншісінде киіз үйдің қасиеттері деп қойдым, өйткені ол жерде киіз үйдің әрбір ауа райына төзімді екені айтылған. Ал ендеше екінші тапсырмаға кіріссек. Екінші тапсырмада бізде түсіндірме сөзді пайдаланып, және сөздердің мағынасын табуды берген екен. Күлдіреуіш деген сөзден бастасақ, күлдіреуіш деген сөз бұл түндікті көтеріп тұратын ағаштан иіп жасаған бөлшек. Ал еріс дегеніміз бұл ағаштардан кереге құрайтын ұзыны. Сағанақ дегеніміз киіз үйдің керегесін тұйықтайтын шыбық. Маңдайша дегеніміз екі босағаны жоғары жағына ұстап тұратын берік ағаш. Ал бақан дегеніміз киіз үй тіккенде шаңырақ көтеруге, үзіктер мен түндікті көтеріп жабуға пайдаланылатын ұзындау келген ағаш. Ендеше видеомды аяқтай келе тұрақты сөз тіркесі туралы тағы да ерекше айтып өтсем. Тұрақты тіркестер өздеріңіз білетіндей күнделікті өмірде қолданылады. Олардың 4 түрі бар. Біріншісі фразеологиялық тұтастық, құрамындағы сөздер бір-біріне ажырамастай болып жымдасқан жеке сөз ретіндегі мағынасын жоғалтқан тұрақты тіркестер болса, екіншісі фразеологиялық бірлік, үшіншісі фразеологиялық тіркес, төртіншісі фразеологиялық сөйлемші.